Армысыздар, бұл Зейнет KZ бағдарламасы және мен оның жүргізушісі Ақберген Жұмабаев. Мұрагерлік құбылысы өркениеттің дамуымен қатар пайда болған. Ерте заманнан бері қайтыс болған жандардың мүлкіне жақын туыстары иелік етіп келеді. Басында мұрагерлікке тек қана адамның жеке заттары берілген болса, кейіннен басқа да мүлкі берілетін болған. Қазіргі уақытта тізім кеңейтілді. Дегенмен салымшылар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарында мұрагерлікке қалатынын білмейтін сияқты. Осы сұрақты өздеріңізбен бірге талқылап көрейік. Өткен бағдарламалардың бірінде салымшы зейнеткерлік жасына жетпей қайтыс болса, оның зейнетақы төлемдерін кім алады деген сұрақ туындаған болатын. Бірден ескертейік, жинақталған қаржыға қор иелік ете алмайды және бюджетке болмаса басқа да бір шоттарға аударылмайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры оларды мұрагерлеріне төлейді. Бұған әлі де тоқталамыз. Оның сыртында қайтыс болған адамның туысқандарына немесе жерлеуді іске асырған жандарға жерлеуге арналған бір жолдық төлем төленеді. 2016 жылы оның сомасы 111.140 теңгеге тең. Зейнетақы жинақтары бар қайтыс болған тұлғаны жерлеуге арналған бір жолғы төлемді алу үшін оның отбасы мүшелері немесе жерлеуді жүзеге асырған тұлғаның өзінің жеке басын куәландыратын құжатымен және де қайтыс болу туралы куәліктің түпнұсқасымен және оның банк шоты туралы деректемелерімен қордың өңірлік бөлімшелеріне жолығу қажет. Жалпы осы төлемнің рәсімдеуге арналған барлық құжаттар тізімі қордың корпоративтік сайтында жарияланған. Сонымен қатар жеке зейнетақы шоттары өсиет бойынша, сондай-ақ заңмен белгіленген тәртіпке сәйкес те мұраға қалдырылады. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексына сәйкес заң бойынша мұрагерлікке мұрагерлер кезекпен шақырылады. Осылайша заң бойынша мұрагерлікке мұра қалдырушының бірінші кезекте мұра қалдырушының ата-анасы, жұбайы немесе зайыбы және балалары тең үлеспен алады. Егер де бірінші кезектегі мұрагерлер болмаған жағдайда, онда мұра қалдырушының екінші кезектегі мұрагерлері олар бір әке мен бір шешеден туған аға інілері және бөлек әке мен шешеден туған аға інілері, апайы, қарындастары, сіңілдері тең үлеспен алады. Сонымен, мұрагерлікке құқығы бар тұлғалардың толық тізімін Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінен тауып алуға болады. Қайтыс болған салымшының зейнетақы жинақтарын алуға қажетті негізгі құжаттардың бірі ол мұрагерлікке құқығы туралы куәлік. Ол үшін мұрагерлік құқығын алу мақсатында нотариусқа жүгіну керек. Жеке куәлікті әкелумен қатар, қайтыс болған салымшы мен туысқандық қатынастарыңызды растайтын құжаттарды да ала келу керек. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Ол сіздің мұраға қалдырушыға кім екеніңізді білдіретін, неке туралы немесе туу туралы куәлік болуы мүмкін. Егер салымшының қайтыс болғанына жарты жылдан астам уақыт өткен болса, онда мұрагерлікті қабылдау мерзімін қалпына келтіру үшін заңды күшіне енген соттың шешімі негіз болып табылады. Қайтыс болған салымшының БЖЗ-да 1998-1999 және 2000 жылдары ашылған жеке зейнетақы шоттары болуын тексеру үшін мұрагерлердің және жерлеуді жүзеге асырған тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаты және салымшының қайтыс болғаны туралы куәлікті алып келуі қажет. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жинақтары бар тұлғаға қайтыс болған жағдайда, оның мұрагері зейнетақы жинақтарын алу үшін қордың бөлімшесіне келіп қажетті құжаттардың көшірмесін ұсынады. Олар жеке басының куәлігі, мұра қалдырушының қайтыс болғаны туралы нотариалды түрде куәландырылған куәліктің көшірмесі, мұраға құқық туралы куәліктің болмаса, оны алмастыратын құжаттың түпнұсқасы немесе нотариус арқылы куәландырылған көшірмесі. Сонымен қатар, өтініште ақша аударылатын банк шотының реквизиттері де көрсетілуі тиіс. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы жеке зейнетақы шоттарының сақталу мерзімі шектелмейді. Басқаша айтқанда, бірнеше жыл өтсе де қайтыс болған туысқандарыңыздың жинақтарын алу құқықтарыңыз еш уақытта жойылмайды. Зейнетақы жинақтарын мұраға қалдыру туралы сөз қозғалған кезде әңгіме жиналған барлық сомамен қатар оның қалдығын да қамтитын естеріңізге сала кетейік. Яғни, егер салымшы көзі тірісінде шотындағы соманың бір бөлігін алып үлгерген болса, онда мұрагерлері қалған соманы алуға құқылы. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған Зейнет KZ бағдарламасы. Қаржылық сауаттылық деңгейіңізді бізбен бірге көтеруге шақырамыз. Эфирде келесі кездескенше.